Ассаламалейкум. Біздерде бүгін терморегулятор модель XYT01 деген питание 5 вольттан 40 вольтқа дейін жүре береді. 12 вольт қойсаңыз болады, 24 вольт қойсаңыз болады питаниясы. Ал шыға берісте выход 12 вольтты да 220-ны да қоссаңыз болады. Яғни либо 12-ні қосасыз, либо 220. Біздің жағдайда қазір біз 12 вольт питание беріп, терморегуляторды қосып, және де мына жерде циферблат дисплейінде. Мына жерде артын қарасаңыздар, плюс, минус деп тұрады. Яғни плюске плюсті бересіз. Біздің жағдайымызда плюсіміз 12 вольт. 12 вольт болып тұр. Яғни плюсіміз 12 вольт плюс береміз. Датчигі 0,5 метр, яғни 50 сантиметр. Және де мынандай 4 аяғы бар. Негізі мына схемалар жерге неге тимеу керек та, контакт болмасын. Мына жерге ылғал болса, ертең замыкать етіп істемей қалады. Сол үшін осындай 4 аяқта немесе биіктетіп орнатсаңыздар дұрысырақ болады. Релесі максимально 500 ваттан ары қоспағандарыңыз абзал. Негізі бұл жерде 10 ампер деп жазылып тұр, бірақ сонда да көп уақыт жұмыс істеу үшін нагрузкасын аз қолданған дұрыс. Біздер қазір 12 вольт бердік. Яғни плюс пен минус бізде теріс орнатылды, скорее всего. Өйткені қосылмады. Рөлдерін ауыстырып көрейік. Жанды. Ал енді астына нагрузкасын қалай қосамыз? Яғни плюсті бересіздер, плюсті аласыздар. Яғни реле замыкать етеді. Бұл жерде сухой контакт дейді. Мына жерде мына контактіге үшінші жоғарыдан санаған кезде үшінші контактіге плюс берсеңіз, мына жерден плюс шығады. Мысалы біз 12 вольттық мынандай обычный вентиляторды алып жалғаймыз қазір. Бұл жерде плюсіміз әрқашан қызыл провод болады. Осыған ұқсас шыға беріске плюсті аламыз. Және де жәнегі блок питаниядан бұған плюсті береміз үшінші контактіге. Минус прямой барады блок питанияға. Ал 220-ға жалғаған жағдайда 220-ның 0 прямой барады, жәнегі мына 12 вольттың минусы сияқты фазаны, үшінші контактіге фазаны бересіз, төртінші контактыдан фазаны аласыз. Қазір бір провод давай. Соған біздер кулерге енді 12 вольтпен терморегуляторға, я болмаса мына плюстан, жоғарыдан плюстан перемычка берсеңіз болады. Үшінші контактіге 12 вольт болған жағдайда. Біздерден де ондай прямой жасай салайық. Бұл жерден де 12 вольт болғасын, сондай қатты техника безопасность дейді, оны соблюдать етіп қажет жоқ, өйткені бұл жерде 12 вольт қауіпсіз болып саналады. Қазір бізде текущий температура 16,6 градус көрсетіп тұр. Қолымызбен жылытып жатырмыз датчикті. Температурамыз көтеріліп жатыр. Плюс контакт. Қазір біздер терморегуляторға берсек, үшінші контактіге біздің кулеріміз істеу керек, өйткені бізде лампочкамыз жанып тұр, қызыл лампочка жанып тұр, яғни нагрузка қосулы деген сөз. Кулеріміз істеді. Тура осылай 12 вольттық нагревательдер қоссаңыз болады. Я болмаса 220 лампочка,
кабельдер греющий қоссаңыздар болады. Вентиляторымыз істеді. Енді настройка келген жағдайда өшіріп қойсаңыздар болады, полный датчикті, немесе қайтадан қосып қойсаңыздар болады. Біз өшіріп қояйық, пока настройкаға келейік. Міне настройкамыз температура либо охлаждение, либо нагрев. Қазір H деген қызуға жұмыс істейді, C деген суытуға жұмыс жасайды. Келесі температура задавать етесіздер, қанша керек температура. Нагревке қойсаңдар қыздыратын 30 градусқа дейін. Өшірілуі, яғни қанша градусқа барғанда өшу керек, сол жай. Жалғастырамыз. Мына жерде жаңағы айтып өткендей, жоғарыдағы текущий температураны көрсетіп тұр, астындағы заданный температура. Оны қалай задавать етеміз? Сетті бірден басасыз. H дейді, яғни H'ымыз нагрев, C охлаждение, суыту айттық оны. Келесі температураны выставлять етеміз. Қанша керек? 30 градус, немесе 37, 38, өздеріңізге керегін қосасыздар. Up дегенмен үшінші кнопкамен көтересіз, неме түсіресіз. Максимальный 110 градусқа дейін бару керек негізі. Оны енді настройкасынан қарап жатасыздар. Температураны қойдық. Келесі гистерезис, яғни қанша температурада, например, 0,1 деп қойдық, 30-да 1-де өшет, немесе 30-да 1-де қосылады. 0,1 яғни. Келесі глубокий настройка дейді, оны сетті 5-6 секунд басып тұрасыздар, жібересіздер. Сол кезде ала деген. Ала деген бұл жерде сигнализация, яғни 31 градустан асып кетсе, бізде пиқылдайды. Мына жерде міне зумер тұр, звук шығады. Пиқ-пиқ деп чиқылдайды. Сол кезде любой кнопканы бассаңыз, бұл біздің звугымыз өшеді. Бірақ мына W деген әрібіміз мигать етіп тұра береді. Енді қайтадан сетті 5-6 секунд басып тұрамыз. Аламыз сигнализация. Тағы бір бассақ OPH деген режим ожидания включения, яғни сағатпен 110 сағатқа дейін. Бұны сағатқа задавать етсеңіздер болады. Қанша сағаттан кейін қосылу керек. Бұл как таймер ретінде. Келесі калибровка, яғни датчикте калибровать етуге болады. Егер де жетпей тұрса минусқа барасыздар, асып кетсе плюске барасыздар. Көбінесе датчиктер жақсы көрсетіледі. Енді бұл программалар полный задавать ету үшін, сохранить ету үшін сетті қайтадан 5-6 секунд басып тұрасыздар. Память сохранить етілді. Енді тестировать етіп көрейік. Біз 30 градусты қойдық. 30-да 1-де өшет. Және де 31 градустан асып кетсе, бізде пиқылдайды. Дауыс шығу керек. Терморегуляторды 10 қостық. Температураны қолдың жылуымен көбейтуге тырысамыз. 23-те 6, 24 градус, 24-те 6 кетіп жатыр. Қарап отырсаңыздар қазір. Біз C-ға қойыппыз, оны H-ға қойып кешіріңіздер. Міне бізде 30 градусқа қазір жетіп, біздің вентиляторымыз өшу керек. Вентиляторымыз істеп тұр, қызыл лампочка жанды. Температурамыз көтеріліп жатыр. 30-да 0,1-ден асты. Вентиляторымыз тоқтады. Қарап отырсаңыздар. Енді бұны 31 градустан жоғары көтерейік, сол кезде бізде сигнализация ойнайды қазір. Міне, көрсеңіздер. Дауыс шығады. Өшіру үшін біраз бастыңыз, бірақ бізде сигнализациямыздың знагы қайтадан моргать етіп тұр. Қайтадан суытып көрейік біздің вентиляторымыз. Енді 30-да 0-ден 0,1-ді алсақ, 29-да 9-да бізде датчигіміз қайта қосылу керек. Өте жақсы контроллер екен, маған өте ұнады. Показаниясы да жақсы деп ойлаймын, өйткені цифровой датчиктер тұр бұл жерде. Отызда 0,2. Мінекеңіздер, 29-да 9-да қосылды, кулеріміз қайтадан жұмыс жасады. Немесе өшіріп қойсаңыздар болады, жай датчиктің режимінде қазір жұмыс жасап жатыр. Рахмет көргендеріңізге.